көрпе жастық сіздер не жамыласыздар мысалы үшін? Мына көрпені осының бәрін жамыласыздар ма? О, субханалла. 1, 2, 3, 4, 5 жалғыз басты жесір ана және оның 4 баласына жамылатын бір көрпе. Сен мектепке баратын аяқ киім жоқ па сонда? Жоқ. Қазір сәл бүйтіп қатты жүрсең түсіп түседі. Мынаны қараңыздар. Қазір мен әшін бір аяқпен кішкене неғып тұрмын. Сәл төмен бассаңыз, мына түсіп кетейін деп тұр Құдайдың құдіреті. Мынаның асты толған шығын. Үйге шыған кіріп кете ма? Иә. Жолдасым қайтыс болғаннан кейін, бұл жылдан кейін 8 жыл болды, қазір өсіп қиналып жүрген. Жол апатынан қайтыс болды. Әлия анамыздың үйіндегі продукция. 3 картошка, 1 пияз. Естімеген елде көп деген рас екені, субханалла, мен мына жағдайды естіп қазір толқып отырмын ше. Жүрегім ауырып отыр. Мынау продукты бір күнге. Міне, мынау 4 балаға және анасына. Екінші күнге. Мынау 3-ші күнге. Осы 3 картошка, 1 пиязды 3 күнге жеткіземіз дейді. Алланың құдіретімен қараңыздар. Әлі азан шай ішкен жоқсыздар, е? Нан. Көрші берді оны кеше. Мына вареньемен. Ой, Алла. Бұл отбасының баспаналы болуына баршамызды атсалысайық. Таратайық. Полиция қызметкерлері кеше әлеуметтік желіде осындай үлкен толқуға түсіп жатқаннан кейін бәрімізді алып көрсетіп осы жерге алып келіп жатқан жағдайымыз бар. Игіліктеріңізге жаратыңыздар, Құдай қаласа келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, балдарымыз өсіп, Құдай қаласа үлкен болашақта елдің елеуі.
артынан естіп жатырмыз ғой, жаңағы светтің, газдың, тағы да біраз нәрселер ақшалар төлемей алған екен. Мынау сіздердің игіліктерді жарасыңыздар, алыңыздар. Балаларға қиынап төлесін, светтердің бәрін төлеп беріңіз. Жақсы сау болыңыз. Жақсы сау болыңыз. Түркістан облысының департамент басшысының Қабденов ағамызға мыңда бір рахмет. Жетісай ауданының Сапарбаев ағамызға мыңда бір рахмет. Ол кісінің ұжымдарына рахмет айтамын. Мынаншама заттар әкеліп жатыр. Рахмет көп-көп. Сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға, береке берсін. Еліміз тыныш, аман болсын.